Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ежелгі дәуір әдебиеті. Алып ер-тоңға дастаны. Тақырыбы алып ер-тоңғаның ерлігін, батырлығын, беделін, басынан кешкендерін сыр шерту, жоқтау. Идеясы: тұран елін сыртқы жаудан қорғау, түркі жұртын ішкі ынтымақ бірлікке үндеу, туған жердің абыройын, даңқын арттыру. Жанры дастан, жоқтау жыры. Кейіпкерлері: қосымша алып ер-тоңға, тұран елінің көсемі. Алып сөзінің мағынасы қаһарман, мықты қолбасшыға берілетін әскери титул. Тоңға сөзінің мағынасы жолбарыс текті аң. Барысқан деген ұлы мен қаз есімді қызы болған. Қазойын серуен құрған шаһары, екінші қаласы қаз суы, леге құятын өзен бойында. Қаздың күйеуі Сияуыш. Маңызды деректер: тұран түрелі түркілер елі деген сөз Иран патшалары мен Апрасияптың соғысы Сейхун Сырдария Жайхун Әмудария шекарасында болған. Алып ер-тоңға өлімінен бастау алатын жоқтау. Замана түгіл күйреді, білімді жақсы сиреді. Білімді батыр жүнжіді, замана атты жаншыды. Ізгілер тәні жидіді, жерге тиіп сүртілер деген жолдарда. Алып ер-тоңға өлімін жалпы замана өңірге байланыстыра жырлаған. Халықтың қайғысы қатты болғанын бөрідей жұрт олысып деп жеткізген. Батырынан айырылған халықтың қандай күйге түскенін замана түгіл күйреді деп сипаттаған. Көркемдік құралдар. Жырда кездесетін көркемдік құралдар: жоқтау, арнау, кейіптеу, градация, метафора, теңеу, эпитет және тағы басқа. Алып ер-тоңға өлді ме, опасыз дүние қалды ма? Заман көшін алды ма, енді жүрек жыртылар. Бектер атын болдырып, қайғыларды солдырып, меңді жүзі сарғайып, запыран рең сүртілер. Бөрідей жұрт олысып, айқаймен жаға жыртысып, өкірген үнін өшіртіп, жылаған көзден жас өрер. Көңілім ішті жандырды, жазылған жара жаңғырды, кешкен күндер көз құрды, күн түн демей ізделер. Тағдыр кезін келтірді, ұры тұзағын ілдірді, бектердің бегін ап кетті, қашса қалай құтылар. Тағдырдың күнін тербетер, пенденің күшін меңдетер, фәниді жұрттан тазартар, қашсаң тағы артылар. Тербетер салты мұңдай-ақ, бұдан да басқа сыр көп-ақ, заман атса кезеп-ақ, таулардан басы күйрелер. Оған атса дәл кезеп, кім тоқтатар көлбеу кеп, тауды асса көздеп кеп, шың шатқалы қарқырар. Замана түгел күйреді, білімді жақсы сиреді, жаман жәутік түптеді, ізгі бектер шертілер. Білімді батыр жүнжіді, замана аты жанжыды, ізгілер тәні жидіді, жерге тиіп сүртілер. Шеңгелдің ажал салды ма, ер-тоңғаны алды ма, сұм дүние артта қалды ма, қайғылы жүрек жыртылды-ау. Сұм ажал бүгін жылатты, құрығын салып құлатты, бектердің бегін сұлатты, қыршында ғұмыр қырқылды-ау. Өмірдің күні зырлайды, адамның күшін ұрлайды, ғұмырда мәңгі тұрмайды, құтылмас ешкім ажалдан. Тәңірім торын құрғанда, тұтылмай адам тұрған ба, кертілер алып шыңдарда, тағдырдың оғы қадалған. Ажалмен тәңірім сынаған, тұралар қарсы кім оған? Құздарда одан құлаған, құтылып ешкім кетпедің. Аш арландай аларып, қадалғаннан қан алып, нұрлы жүздер қабарып, тұр қайғыға қамалып, жауға шабар бектерім. Ерлікті қаза сынады, бектерім жасын бұлады, бөрідей ұлып жылады, жоқтағы жырып
жағасын, жоқтады жыртып жағасын. Көңілімді қайғы жандырды, жазылмас жара қалдырды. Кешегі күнге зар қылды, кеткенді қайдан табасың. Жалғанның туып заманы, жауыздар қаптап барады. Ашылды сұмның араны, сүйреді қайран бектерім. Біліктілер қалмады, заман оны жалмады. Сүрінді бектің тарланы, салды жанға жараны. Ажал жұтып ағаны, жауыз жайлап барады. Дүние жақсының өшіп жанары, дүние азып барады. Аударған Париза Оңғарсынова. Жырдағы ұлттық құндылық жоқтау жыры көрініс табады. Түсінік және өз ойым. Алып ер тоңғанды жоқтау түркі халқының ежелгі дәуірдегі ерлігін баяндайтын қаһармандық жырдың бір бөлігі ғана болып табылса да, келер ұрпаққа мол мұра болып қалады және оның есімін еш уақытта ұмытпауға шақырады. Ұқсас шығарма Фирдоусидің Шахнама, Апрасияп, Дүлей қара көш иесі деген шығармалар осы алып ер тоңға жырына ұқсас. Қадірменді тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, біздің YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарманы талдағанша аман сау болыңыздар.